Сәлем достар, бүгін сіздермен нағыз өзбек палауын дайындайтын боламыз. Алдымен құйрық майымызды турап, қазанымызға шырғырамыз. Одан кейін жуамызды тураймыз. Майымыз шырғырылғаннан кейін үстіне туралған жуамызды салып, екеуін әбден қызартып қуыратын боламыз. Осы уақыт аралығында етімізді де өзіңіздің қалауыңыз бойынша турап, әртүрлі приправалармен және тұз себуді ұмытпаңыздар. Алдын ала бәрін араластырып, маринадтап, дайындап алған жөн. Біздің жуамызда қуырылып дайын болып қалыпты. Енді үстіне маринадталған етімізді салып, жақсылап әбден пішкенше етімізді қуыратын боламыз. Етіміз пісіп жатқан аралық уақытында маған 2 сары сәбіз және 1 қызыл сәбіз қажет болды. Осыны сары сәбізімізді ұзыншақ етіп турап аламыз. Сары сәбізіміз күрішімізге өте әдемі дәм береді екен. Мен бұны бұрындары білмейтін едім. Соңғы кезде сары сәбізді де осы күрішке пайдаланатын болдым. Балаларым да сүйіп жейтін болды. Осылай ұзыншақ етіп сәбізімізді турап дайындап аламыз. Енді міне қызыл сәбізімізді осылай дөңгелек етіп турап аламыз да, одан кейін орташа көлемде 4 бұрышты формада ұсақтап турайтын боламыз. Егер сіздерге ұзыншақ етіп тураған ұнайтын болса, онда сол күйінде турай берсеңіздер болады. Мен осындай формада бүгін турап көрсететін боламын. Біздің етіміз де пісіп қалыпты. Енді үстіне туралған алдымен сары сәбізімізді жақсылап орналастырып аламыз. Одан кейін 1 күнге мен нутты жібітіп жұмсартып қойдым. Нутымды саламын. Одан кейін үстіне ұсақтап туралған қызыл сәбізімізді салатын боламыз. Қақпағымызды жауып, 10-15 минутқа қуырамыз. Енді қақпағын ашамыз да үстіне сәбізіміздің көлемінде қайнаған ыстық су құямыз. Одан кейін міне біздің суымыз қайнап жатыр. Енді қақпағын жауып, сәбізіміз піскенше бір қайнатып пісіріп алатын боламыз. Үстіне келесі кезек алдын ала жуып дайындалған күрішімізді саламыз. Күрішімізді тегістеп, жан-жағын реттеп аламыз да, үстіне көз мөлшерінде өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұз саласыз және күріштің көлемінде қайнаған суымызды құямыз. Енді кезекте біздің суымыз әбден күрішпен бірге қайнау қажет. Біздің суымыз осылай сарқылғаннан кейін қазанымыздың қақпағын жауып, жарты сағатқа пісіретін боламыз. Осымен біздің бүгінгі өзбекше күрішіміз дайын болды. Енді күрішімізді астынан жоғары қарай көтеріп, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Одан кейін
қонақтарымызға ұсына берсек болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен алдана, келесі кездескенше сау болыңыздар.